Баршаңызға қайырлы күн. Машхурда тамағын жасаймыз. Қызып тұрған қазандағы майға жуаны салып 2-3 минут қуырамыз. Етімізді және дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жуа қызарғанға дейін қуырамыз. Томат пастасын салып, 4-5 минут жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сәбізді саламыз, сәбіз жұмсарғанға дейін қуырамыз. Машты салып, өзімізге қажетті мөлшердегі суымызды құямыз. Бұл жерде 2,5 литр су құйылды. Орта отта маш жарылғанға дейін қайнатамыз. Маш жарылғаннан соң картоп және күрішімізді салып, жақсылап араластырып, орта отта қайнатамыз. Сарымсақты ұсақтап турап қосамыз. Және аз мөлшерде укроп қосамыз. Араластырамыз. Тамағымыз дайын. Ас болсын.